Баршаңызға сәлем. Бүгінгі видеода бар жоғы 3 ғана заттан тұратын, тапада пісетін өте оңай торт дайындаймыз. Видеоның соңына дейін көріңіздер, және де комментарийге міндетті түрде пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Бұрын-соңды менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, каналға тіркеліп қолдау көрсетіңіздер. Бұл тортты алдын ала пісіріп, бір түнге қойып қоятын болсаңыздар, өте керемет болып шығады. Бізге ұн, шекер, қаймақ және қопсытқыш қажет. Ең алдымен ыдысымызға қаймақты саламыз. Оның үстіне шекерді салып, осылай қасықпен қозғаймыз. Жақсылап араластырамыз. Енді осының үстіне еленген ұнды салып, ұнның үстіне қопсытқыш саламыз. Енді барлығын жақсылап араластырамыз. Грамм мөлшерін төменге описаниеге жазып қоямыз. Сол жерден қарайсыздар. Енді қолымызбен араластырып, жұмсақ қамыр илейміз. Қолға жабысқақ қамыр шығады осындай. Енді тақтайдың үстіне ұн себе отырып, 6 бөлікке бөлеміз. Дөңгелекті формаға келтіреміз. Енді аз-аздан ұн себе отырып жаямыз. Жайып болған қамырды осындай кез келген дөңгелек формамен дөңгелектейміз. Барлық қамырды жайып, осылай дөңгелектеп дайындап аламыз. Алдын ала. Енді дайын болған корждарды қызып тұрған құрғақ тапаға салып, екі бетін қызартып пісіріп аламыз. Орташа отта пісіреміз. Тез-тез дайын болады. Барлық корждарды осылай пісіріп аламыз. Міне 6 корж дайын болды. Мынау шетіндегісі. Бұны торттың жанын сәндегенге пайдаланамыз. Осындай жұмсақ, әдемі корждар шықты. Енді арасына жағатын кремді дайындаймыз. Шетіндегі қалған кішкене коржды осылай үгітіп дайындап аламыз. Крем дайындау үшін бізге қаймақ және сгущенка қажет, екеуін араластырамыз. Осылай жақсылап араластырып дайындап аламыз. Енді келесі тортты жинаймыз. Тарелкаға торт жылжып кетпес үшін кішкене қаймақ құйып аламыз. Енді тортты жинаймыз. Торт құрғақ болып қалмас үшін 3-4 қасықтан крем саламыз. Міне барлығын жинап болдық. Енді торттың шетіне корж үгінділерін қойып шығамыз.
Осымен тортымыз дайын болды. Бір түнге қойсаңыздар тіптен керемет. Болмаса 2-3 сағаттан кейін кесіп жей беруге болады. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Ас болсын.